Сәлем, құрметті талапкер. Сіздермен бірге Education Guide Ғадылжан. Бүгін біз ағаш өндіру және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы білім беру бағдарламасымен танысамыз. Бұл білім беру бағдарламасы материалдар өндірісі білім беру бағдарламалардың тобына кіреді. Түрлі дүкендегі әдемі заттарға, ағаштан жасалған бұйымдарға әрқайсымыз қызығушылық танытқан шығармыз. Мысалы, жиһаз, музыкалық аспаптар, спорттық жабдықтар, кесе тауарлары және тағы басқалар. Осының барлығы ағаш өндіру және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы саласындағы мамандардың жұмысы. Егер сен заманауи материалдар мен бұйымдар жасаған кезде, онда ағаш өңдеу, жиһаз өндірісі саласындағы өндірістік техникалық қызмет сен үшін. Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде математика және физика таңдау пәндерін тапсыру керек. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа түсу үшін шекті ұпай 55% құрады. Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Осы білім беру бағдарламасы бойынша 4 жыл білім алып, сіз ағаш өңдеу өндірістерінің технологиялық үрдістерін әзірлеу және жүргізу, автоматтандырылған жобалау жүйесін пайдалана отырып, бұйым конструкцияларын әзірлеу, ағаш өңдеу өндірісінің өнімдерін дайындаудың барлық кезеңдері бойынша технологиялық үрдістердің картасын жасау, ағаш өңдеу өндірісі өнімі саласындағы технологиялық құжаттама талаптарына сәйкес бақылауды жүргізу, өнімнің ақауларының пайда болуын талдау, сондай-ақ оларды жою бойынша іс-шараларын әзірлеуді үйренесіз. Осы білім беру бағдарламасы түлектердің мансаптық мүмкіндіктері кең. Түлек инженер, жиһаз және ағаш бұйымдары бойынша дизайнер, менеджер, ұйымдастырушы немесе өндіріс басшысы болып жұмыс істей алады. Сонымен қатар түлектердің магистратурада оқуды жалғастыруға мүмкіндіктері бар. Егер сізді осы білім беру бағдарламасы қызықтырса, құжаттарыңызды алып бізге келіңіз. Біз сізді Казгасада күтеміз.